Ана бақыты бірінші бөлім. Қыз ғұмырдың керуені тұрмысқа шығып ақ босағаны аттап, өзге шаңырақтың түтінін түтетіп, келін атанып, ана болуға келіп жалғасқан кезде өмірінің 50% өзгереді. Қыздың мұраты әуелден-ақ кету, бақытты ана болу. Ана болу деген өз ананың қадірін шын сезіну. Анасының қадірін көп адам жоғалтқанда, немесе өзі ана болғанда ғана сезініп жататыны сондықтан. Ана деген үш қана дыбыстың астарында бақыт, махаббат, сүйіспеншілік жатады. Әйел адам ана танған күні өз анасының жан қиналысын түсініп, оған деген құрметі тағы да арта түседі. Ана болудың басты мақсаты осы ма дерсің? Ана болу өзің үшін ғана өмір сүруді тоқтату. Ана болған әйелдің ерекше аналық мейірімі оянады. Ол ендігі жанында іңгәлап жатқан кішкентай ғана жүректің иесі үшін, осы нәрестені қолына алып, әке атанған серігі үшін, жаңа ғана қадірін жете түсінген анасы үшін, асқар таудай әкесі үшін өмір сүретін болады. Ол енді кейде өмірдің қиыншылығын көрген сәттерінде өзі болмай қалса, осылардың қиналып қалатынын ойлап, қам жейтін болады. Иә, ана болу өзгелер үшін өмір сүру десек те болады. Ана болу мықты болу. Өмірдің сан соқпағынан қорықпай, баланды жетер жеріне жеткізгенше саған күш керек. Ол үшін мықты болуды үйренесің. Физикалық тұрғыдан емес, моральдық тұрғыдан әлсіздік таныта алмайсың. Алайда, өкінішке орай ана болу бақыты барлығына бұйыра бермейді. Сонда да үмітін үзбей, жаратқанға дұға етіп қол жайып сұрасаңыз, ерте ме кеш пе, бұл бақыт сізге де бұйырар. Мен болашақ күйеуіммен жоғарғы оқу орнында оқып жүрген кезінде таныстым. Университеттің соңғы курсында едім. Ол кезде күйеуім құқық қорғаушы болып жұмыс істейтін. Екеуміз бір-бірімізді бір көргеннен ұнатып, қатты жақсы көрдік. Бір жылдай қыз-жігіт болып кездесіп жүріп, мен оқуымды бітірген соң маған үйленуге ұсыныс жасады. Мен көп ойланбай-ақ келісімімді бердім. Атанам Өскеменде тұратын. Отбасымызда атанам, мен және інім бар еді. Мен дипломымды алған соң, қоңыр күзде атанам мен туыстарым мені дүркіретіп той жасап ұзатып салды. Студенттік шағым өткен Алматы қаласына келін болып түстім. Келін болып келген жерім өте жақсы болды. Жолдасым отбасында 2 ұл. Әлі үйленбеген қайнағам әскери адам. Жұмыс бабы бойынша Шымкентте тұрады екен. Атам да енем де жұмыс істейтін еді. Мен түскеннен кейін араға көп уақыт салмай енем, қызыл дипломын жарамсыз болып қалмасын, сені өз мамандығын бойынша жұмысқа орналастырайық, деп күйеуімнің араласуымен жақсы жерге жұмысқа тұрғызды. Күндіз барлығымыз жұмыстамыз. Тек кешке ғана дастархан басында бас қосатын едік. Мен жұмыстан үйге келе салып тамақ жасайтынмын. Кейде енем ерте келсе, біз келгенше тамақ жасап қояды. Ол кісі сондай сабырлы, беталды сөйлей бермейтін, көзі ашық, білімді, заманауи адам еді. Ал атам керісінше беймаздау, барлық жерде асығыс, сөзі де жүріс-тұрысы да жылдам, әділ, бетке тура айтатын тіке мінезді кісі еді. Бірақ маған қызым дегеннен басқа ұрысып сөйлеген емес. Осындай жақсы отбасына түскеніме іштей шүкіршілігімді айтып жүретінмін. Бір кем дүние дегендей бала көтере алмай жүрдім. Енем, сен әлі жассың, қайда асығасың, уайымдай берме, әлі аяғын ауырлап қалғанын білмей қаласың, деп күліп мені рухани демеп қоятын. Енемнің осы сөздеріне кәдімгідей ішім жылып, алдағы күндерге үміт артып, жолдасыммен ыстық суығымыз басылмаған бақытты күндерім өтіп жатты. Күн суытып, опалап, қар жауып, қыста келді. Тау бөктеріндегі Алматының ауа райы, табиғаты керемет қой шіркін. Қала көшелеріндегі шыршалар ақ мамыққа оранып алғандай. Таңертең күйеуіммен ерте тұрып, екеуміз бірге жұмысқа шығып кететінбіз. Кешке қарай мен жұмыстан ертерек шығып жатсам, серік келіп мені жұмыстан алып кететін. Сөйтіп екеуміз қыстың суығына қарамай, түнгі Алматыны қыдырып, қол ұстасып, киноға барып, мейрамханадан тамақтанып, жұмыстан қолымыз қалт босай қалса, сол сәтті пайдаланып,
бірге болуға тырысатынбыз. Екеуміздің жүрегіміз құдды бір-біріміз үшін соғатындай еді. Осылай жүріп бізге білінбей уақыт деген сырғып өтіп жатты. Мен келін болып түскеніме біраз уақыт өтіп кетсе де, аяғым ауырғамады. Күйеуім сәби жайлы сөз қозғамаса да, іштей тезірек сәбилі болғысы келетін еді. Өйткені басым ауырып, кішкене мазасызданып қалсам, маған жылы шыраймен қарап, «Жаным, может, ты беременная?» деп сұрай беретін. Ол маған осылай қараған сайын, мен іштей өзімді бала көтере алмай жүргеніме бір түрлі кінәлі сезінетінмін. Алайда жаратқаннан үмітімді үзбедім. Сөйтіп жазға таман күтпеген жерден қайнағам үйленетін болды. Қалыңдығы Шымкент жақтың қызы екен. Ата-енем үлкен той жасап, қайнағамды үйлендірді. Той өткеннен кейін, арада бір ай өткен соң, қайнағам әйелімен Шымкентке қайтып кетті. Абысыным көп ұзамай-ақ аяғы ауырып, межелі уақыты жетіп, қыз бала босанып алды. Ата-енем 5 жылдан бері менен немере күтіп жүреді. Абысынымның босанғанына қатты қуанды. Мен де жүрегім лүпілдеп, қуанғаннан бір жылап алдым. Мұны көрген күйеуім мені жабырқап тұр деді ме? «Жаным, бізде де бұйыртса осындай қуаныш болады, жыламашы», деп жас жуған бетімнен сүйіп жатыр. Екеуміз бір-бірімізді үнсіз ұғатын едік. Түрлеріміз де ұқсайтын еді. Бойымыз ұзын, өніміз аққұба. Көрген жұрт қандай жарасымды жұп деп сыртымыздан айтып жататындарын көп естейтінбіз. Сондай бақытты едік. Күйеуім маған бала көтермей жатырсың деп ешқашан айтқан емес. Болмаса көңілі түсіп, мен сияқты қатты уайымдамайтын. Әлде маған солай көрінетін бе еді, білмеймін. Әрқашан бір қалыпты көңіл күйде жүретін. Мерекелерде, демалыста жолдастарыммен табиғатқа кәуап жеуге, пикникке жиі шығатын едік. Аузымнан шыққанның барлығын алып беріп, еркелетіп жүретін. Осылайша менің көңілімді аулайтын. Абысыным қызды болғаннан кейін, мен де іштей тезірек сәбилі болсам екен деп көп ойланатын болдым. Осылай үміттеніп бала күтіп жүргенімізге 5 жылдан асып қалып еді. Сөйтіп абысыным босанған соң, біраз уақыт өткен соң анам хабарласты. «Қызым-ау, Алладан сұрап қана осылай жүре бересіңдер ме? Барып дәрігерлерге қаралмайсыңдар ма? Өзің де күйеуің де қаралсын. Кім біледі, мүмкін күйеуіңнің денсаулығы жоқ шығар. Анализ тапсырып, профилактика жасап, емделіп көрсеңдерші», деп біраз әңгіме айтты. Енеммен де сөйлесті. Сөйтіп ақылдаса келе, күйеуім екеуміз дәрігерлерге қаралатын болып шештік. Бір аптаға жұмыстан больничный ашып, Алматыдағы жақсы жеке емханаға қаралдық. Барлық қажет деген анализдерді тапсырдық. Күйеуімнің денсаулығы жақсы, анализдері де жақсы деген нәтижемен шықты. Маған бедеу, бесплодная деген нәтиже, диагноз қойылды. Мұны естігенімде төбемнен жай түскендей болып есеңгіреп қалдым. Не ойларымды да білмей, бір орнымда қатып қалыппын. Іштей, бұл бір қателік шығар, бұлай болуы мүмкін емес, деп күбірлей беріппін. Жанарым жасқа шалынды. Күйеуім естігеніне сене алмай, не істерін білмей қалды. Жаныма келіп: «Жаным, қойшы, бұл бір қателік шығар, басқа дәрігерлерге қаратамын. Сені жақсы көремін, емделесін, әлі-ақ сәбилі боламыз, жыламашы», деп жұбатып жатыр. Сол кездегі күйімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Содан үйге келген соң, менің жағдайымды барлығы естіді. Енем: «Үміттеріңді үзбеңдер, жассыңдар ғой, басқа жерге барып тағы қаратамыз, емделесін, барлығы жақсы болады», деп ол кісі де жұбатып жатыр. Бірақ ішімде ешқандай үміт жоқ екеніне көзім жететіндей, мен бедеумін. Мен ешқашан сәби сүйе алмаймын, ана бола алмаймын. Құдай-ай, неге бұлай болды екен? Ана бола алмасам, несіне тірі жүрмін? Сүйгеніме әке атану бақытын сыйлай алмасам, несіне бірге тұрамын? Деп жүрегім қан жылады. Бар үміт, сенімім ғайып болды. Енем айтқан болуы керек. Біраз уақыттан соң анам хабарласты. Ол да естігеніне сене алар емес. Анамның дауысын естігеніммен сөздерін ұқпайтын сияқтымын. Егіліп жылай бердім. Ертесінде дел сал күйде таң ата салысымен
Енем есікті тоқылдатып, мені шақыртып алды. Күйеуім ұйықтап жатыр еді. Шықсам енем ас үйде шәй дайындап қойыпты. Екеуміз отырып шәй ішейік, айтатын әңгімем бар еді, деді. Менің жүрегім су ете қалды. Сен бедеусің, баламнан ажырас деп айтатын сияқты көрінді маған. Аяқ-қолым дірілдеді. Алғаш рет өзімді бұл үйде бөтен адамдай сезіндім. Жалғасы бар.